Сәлем балалар, бүгін бізде 30-шы беттегі бірінші жаттығуды қараймыз. Activity book. Look, read and circle. Біріншісін оқиық. Are you ready for the sack race? Sack race ол қаптың ішіндегі қап арқалы жүгіру жарысы, иә. Сен жүгіру жарысына дайынсың ба? Екіншісі, he is running with us. Жауабы running. Ол бізбен бірге жүгіріп жатыр. Үшіншісі, now we are losing the race. Біз қазір жеңіліп жатырмыз. Lose это жеңілу. Төртіншісі, you can do it. Сен бұны жасай алдың. Олар соңында жеңіп шықты. Екінші жаттығу, read and underline. Осы сөздер, берілген сөздер, кімнің сөздері, кім айтты сол сөздер, текстке қараймыз. People's Book'та 35-ші бетте. Сол жерден табамыз. I love sports day. Ол Кодидің сөзі. Екіншісі, what's Chica doing? Ол Тараның сөзі. Үшіншісі, I'm winning. Ол Карлостың сөзі. Төртіншісі, come on, you can do it. Ол Карлостың сөзі. Бесіншісі, you are the best. Ол Эльзаның сөзі. Келесі бетте бізде look, read and complete. Бұл жерде біз музыкальный инструменттердің аттарын жазамыз. Оқып, аударып берейін. Hello, my name is Айжан. I would like to tell you about my family. Сәлем, менің атым Айжан. Мен сіздерге өзімнің отбасы туралы айтқым келеді. They are a very musical family. Олар өте музыкаға жақын адамдар. My dad plays the жетіген and the қобыз. Менің әкем жетігенде және қобызда ойнайды. My mom plays the домбыра. Менің анам домбырада ойнайды. They play really well. Олар жақсы ойнайды. My brother and sister love classical music. Менің ағам мен әпкем классикалық музыканы жақсы көреді. Бақытжан plays the piano and Жания plays the violin. Violin дегеніміз скрипка, пиано ол пианино. Бақытжан ағасы пианинода, Жания әпкесі скрипкада ойнайды. I play the drum. Drum дегеніміз ол барабан. Мен барабанда ойнаймын. But I'm learning to play some other instruments from my very talented family. What about you? Can you play a musical instrument? Write and tell me. Мен бірақ басқа да инструменттерде ойнауды үйренемін. Өзің жайлы айта кетсең, қандай инструментте ойнайсың дейді. Екінші астындағы read and again and write true or false. True деген сол шындық, рас, а false ол өтірік информация деген білдіреді. Біріншісі true екен, екіншісі Айжан's mom plays the домбыра. Қараймыз, my mom plays the домбыра деген сөйлем бар. True болады. Үшіншісі Жания plays the percussion instrument. Percussion деген сол ұратын инструменттер, ол барабан, және де тағы да осындай ұратын инструменттер бар, тамбурин деген. Солар жатады. Жания ол шертпелі инструментте, ішекті инструментте ойнайды, ол бізде violin, скрипка. Сондықтан false. Төртіншісі Айжан plays a woodwind instrument. Woodwind инструментке ол жатпайды, сондықтан false. Айжан бізде ойнайды пианинода. Пианино ол барабанда ойнайды Айжан. Автордың өзі Айжан деген. Барабанда, а ол ұрмалы инструмент. Ұрмалы дегеніміз бізде percussion. Келесі бетте бізде lesson 6. Бұл жерде read and circle. Екінші тапсырмасынан бастаймыз. They having или are having a sack race. They болғандықтан олар көпшетір арды қолданамыз. They are having a sack race. Үшіншісі is he или are he. He жалғыз бір адам, сондықтан is he skateboarding. Are you ол уже жылжымайтын ереже. You болған кезде тек are болады. I болған кезде тек am болады. Сондықтан are you doing a jigsaw puzzle. Бесіншісі Маржан not playing или Маржан isn't playing. Маржан isn't болады. Себебі ол жалғыз бір адам. Жалғыз бір зат болғанда біз is қолданамыз. Алтыншысы look, Дамир and Олан are playing. Так. Are play болса, ол болмай қалады. Себебі біз are, is деген артикльдерді қолданғаннан кейін етістікке ing жалғауымыз керек. Сонда ол present continuous. Қазір болып жатқан іс-әрекетті көрсетеді. Екінші жаттығу complete the questions, then circle the right answer. Біріншісі is it running? Yes, it is. Ол жүгіріп жатыр ма? Иә, жүгіріп жатыр. Суретке қарап жауабын жазамыз. Екіншісі they are making a snowman. Олар аққала жасап жатыр ма? Суретте иә жасап жатыр. Сондықтан жауабы yes, they are. Үшіншісі is he playing in violin? Ол скрипкада ойнап жатқан жоқ. Сондықтан no, he isn't. Төртіншісі is he swimming? Ол жүзіп жатыр ма? Иә. Сондықтан yes, he is.